Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ болып шығатын пицца дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы судың үстіне тұз бен құмшекерді қосып, жақсылап араластырамыз. Ашытқы қосып, тағы да араластырамыз. Енді үстіне пістемай және ұнды електен өткізіп отырып қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлық құрамның мөлшерін описаниеде қалдырамын. Қамыр осылай жұмсақ болу керек. Енді бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Енді пиццаның салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен колбаса, қызыл бұрыш, қызанақ пен сырды осылай турап шықтым. Қамырымыз жақсы болып көтеріліп шықты. Енді өзімізге керекті бөлігін бөліп аламыз. Табамызды кішкене ұндап, осылай қамырымызды жып-жұқа етіп жайып шығамыз. Үстіне кетчупты жағып, қызанақ, қызыл бұрыш, колбаса, сырды орналастырамыз. Мен сырды астына бірінші қойдым. Сіздер бетіне қойсаңыздар болады, бірақ ол үшін сырды пиццаның пісуіне 5 минут қалғанда саламыз. Себебі сырды бетіне бірден салып пісірсеңіздер, сырымыз күйіп кетеді. Салмасына колбаса, қызыл бұрыштарды салу міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Пиццамыз дайын болды, өте жұмсақ, дәмді болып шығады, сондықтан осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер. Әлде көп рецепттер болады.